Қыстың келген кеше ғана болса да жаңа жылға деген дайындық қызу басталып кетті және әлқиссасы бет ашары қайырымдылық шарасынан болмақ. Қалай өтеді, кімдер қатысады, бәрін көрсетеміз. Қазақстанда елші жұбайларының ұйым атты бірлестіктің бар екенін естіп пе едіңіз? Бүгінгі қайырымдылық себеттері шарасына сол ханымдар мұрындық болып, мейрам алдындағы дайындықтарын бастап кетті. Ұйым президенті Қазақстандағы Бразилия елшісінің жары Ленис Барбоза мән жайды түсіндірді. Yes, we are very nervous and anxious and happy. Пандемиядан болған 2 жылдық үзілістен қайта ұйымдастырып жатқанымызға өте қуаныштымыз. Бір жағынан толқып татырмыз. Биылғы қайырымдылық шарасына 46 елшілік, 18 қайырымдылық ұйымы және 3 халықаралық мектеп қатысып жатыр. Бәрі тамаша болады деп үміттенеміз. Ал бүгін қайырымдылық себеттер шарасының мақсаты не? The aim of the basket event in fact Дәстүрге сай қатысушы елдер өз өнімдерін себетке жинап, қайырымдылық мақсатында сыйға тартады. Біз оларды мерекелік лотереяда сыйлық ретінде ойнатамыз. Себеттермен қатар көлік те, тегін ұшақ билеттер де, әшекей бұйымдар да сый-сияпаттар қатарына қосылады. Келген қонақтарға қарап біріккен ұлттар ұйымының кішігірім ассамблеясы болды ма дерсіз. Барлығы шет-шетінен себеттерін әкеліп жатыр. Арасында бұрыннан таныс Италия елшісі Марко Альберти және оның жұбайы Люсиямен сөйлесіп үлгердік. Ол шара ұйымдастырылуында ерікті ретінде көмектесіп жүр екен. Әр елдің делегациясы өз өнімдерімен себет жинап жатыр. Жұбайыңыз италиялық болса, өзіңіз аргентиналықсыз. Себеттеріңіз қай елдің өнімі? Италияның себеті болады. Ал FIFA 2022 доптадасында ше, сөзге келіп қалмайсыздар ма? Жоқ, себебі Аргентина жеңетініне еш күмәнім жоқ. Ал Малайзия елшісінің жұбайы ерікті түрде лотерея билеттерін сатумен айналысып жүр. Биыл біз қатысушылар ауқымын кеңейтпек ниетте мектептерге, сауда орындарына, университеттер мен қонақ үйлерге барып қайттық. Құттықтау сөзімен демеушілерге алғыс айтылған соң ортаға үлкен торт әкелінді. Одан соң себеттерді аралап көрдік. Бізде мұнда қант қосылған тіске басарлар бар. Таиландта мұны жақсы көріп жейді. Өзіміздің кокос майы, ол да Таиландтың өз өнімі. Бірегей марка. Сосын мына энергетикалық сусындар. Red Bull'ды білесіз бе, білмейсіз бе? Білсеңіз сол, оны да Таиландты өнімдеуге болады. Мен мұны білмеппін. Я, дәл солай. Оны өндіретін компания иесі Таиландтық. Қазір әлем бойынша өндіріп жатыр. สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ค่ะ Мынау кішкене ұзақ екен, қайталайықшы. For Christmas right Yeah. สุขสันต์ สุขสันต์ วัน วัน Christmas Christmas และ และ สวัสดี สวัสดี Sweet stuff and wine and olive oil. Мұнда тәттілер, шарап, зәйтүн майы бар. Оның бәрін Хорватиядан арнайы алдырттым. Сосын ортасында Астана клубы футболшылары қолтаңба қалдырған теңбіл допта бар. Бұл себет кімге бұйырса да қуанышқа бөлесе екен деймін. Арасында ақштың жаңадан келген елшісінің жұбайымен танысып, америкалық себетті қызықтадық. Бұл сіздің ақш елшісі жұбай ретінде Қазақстанда қатысып отырған алғашқы шараңыз ғой, солай ма? Иә, рахмет. Елге енді ғана келдік. 3 аптадай болды. Бұл менің алғашқы ресми қатысуым. Енді мына себетке көшейікші. Ішінде қандай америкалық өнім жасырылған, жинап шығу қаншалықты қиын болды? Жоқ, түкте қиын болмады. Барлығын қайырымдылық мақсатында елшілік қызметкерлері болып жинадық. Нақты бізден болған сыйлық екенін айғақтайтын ақш туы бар. Сосын бізде өндірілетін арақ, шарап пен жарма түрлері салынған. Ақш үкіметінің белгісі бар заттар да осы себетте. Осылай қайырымдылықтың бір бөлігі болғанымызға қуаныштымыз. Сосын Мэрайя Кэридің хит әнінен сұрақ ұрлап қойдым. All you want for Christmas is Бейбітшілік пен тұрақтылық.
Пандемия алдындағы мерекелік базардан 35 миллион теңге жиналған. Осы жолы да сол соманың аржақ бер жағын көздеп отыр. Ұйымның қайырымдылық жұмысы бойынша төрайымы ақшаның қалай жұмсалатынын түсіндірді. В базе есть уже список, Біздің который... базаның бұрыннан қалыптасып келе жатқан сенімді тізімі бар. Онда қаражатқа мұқтаж жандарға көмек көрсететін ұйымдар тіркелген. Оның әрқайсысын тексеріп, сенімділігіне көз жеткізгенбіз. Ақша жиналып болғанда тізімдегі ұйым өкілдерін шақырып, 3 айлық келісімге отырамыз. Сол 3 айдың ішінде олар қаражатты қайда, қалай жұмсағанын көрсетуі керек. Барлығы ашық жүреді. I'd like to invite you all to come to our bazaar on Мен Sunday. сіздерді алдағы қайырымдылыққа бағытталған Рождестволық базарға шақырам. Желтоқсанның 4-і жексенбіде, сағат 11-де. Көретін қызық, демалыс тиетін дәмді тағам, сатып алар тың дүниелер бәрі болады. Мерекелік лотереяда 300-ге жуық құнды сыйлықтар ойнатылады. Келіңіздер, We күтеміз. are waiting for you.